күн, құрметті оқырман. Аман есенсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар. Барлығына алдағы уақытқа сәттілік тілей отырып, біз апта жаңалықтарының ретін бастайық. Сізбен бірге менің әріптесім Телжан Сұлтан Бейбарыс. Және Исмажанова Гүлдана. Алдымен аңдатпаға назар аударайық. Назарларыңызға өткен аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Мектебіміздегі басты ауыл жаңалықтарын бастайық. 30 қаңтар күні 9-11 сынып оқушылары арасында республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінің бірінші күні математика және физика пәндері бойынша басталды. Олимпиада e-Unity цифрлық онлайн платформасында өткізілді. Математика пәнінен 20 оқушы, физика пәнінен 11 оқушы қатысты. Олимпиада нәтижесі бойынша келесі жүлделі орындар берілді. Математика пәнінен 9 сынып арасында 3 орын Тілеу Әли, мұғалімі Дербисов Толап. Физика пәнінен 9 сынып арасында 3 орын Каман Әділ, мұғалімі Тусивахын Зоя. 11 сынып арасында 3 орын Елебеков Жігер, мұғалімі Шөменова Жанар. Құттықтаймыз, оқушыларымыздың жеңісті күндері көп болсын. Тағы қуаныш жаңалықтарымыздың бірі. Лицейіміздің оқушылары кәсіптер атласы агит-театрлар қалалық байқауында бас жүлдеге ие болды. Растовая графика номинациясы бойынша бірінші орынға 4 сынып оқушысы Дауд Ибрахими болды. Жетекшісі Есмағамбетова Айгүл. Коллаж номинациясы бойынша бірінші орында 6 сынып оқушысы Бекет Ерланұлы ие болды. Жетекшісі Сейтпанова Нұрсая. Оқушыларымыздың жеткен жетістіктерімен мадақтай отырып, сайысқа дайындаған ұстаздарына ерекше алғыс білдіреміз. Медициналық сынып жобасы аясында медицина мамандығымен жақын танысу, кәсіптік бағдар беру мақсатында мектеп-лицей оқушылары Қарағанды медициналық университетінің симуляциялық және білім беру технологиялары орталығына экскурсияға барды. Білім беру орталығы жан-жақты заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Студенттердің жақсы білім алуына, практикалық жұмыс жасауына жағдайлар жасалғанына куә болды. Мектеп-лицей оқушылары педиатр, стоматология, акушерлық, ота жасау бөлімдерінде болып, болашақ ақ халатты абзал жандардың дайындығымен толық танысып, медицина мамандығына дейін қызығушылықтары арта түсті. 2023 жылы білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру қолдау комитеттері ашу жұмыстарының жалғасын табуда. Ағымдағы жылдың қаңтар айында инклюзивті білім беруді қолдау комитеті өз жұмысын бастады. Аталған комитет бірнеше аймаққа бөлініп, ерекше білімді қажет ететін балаларға сүйемелдеу жұмысын жүргізіліп, балалар, ата-аналар және педагогтерге кеңес беруге де жағдайлар жасалған. Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен 2023 жылдың қаңтар айында 21 ғасыр сауатты ұрпақ ғасыры атты қазақ тілі әдебиет апталығы мен математика айналымызы атты математикалық сауаттылық апталығы өткізілді. Осы апталық барысы бойынша көптеген жұмыстар атқарылды. Негізделген жоспарға сәйкес атқарылып жатқан іс-шаралар барысын мектебіміздің әлеуметтік парақшасынан тамашалай аласыздар. Енді кезекті спорт жаңалықтарына берсек. Ұлттық мектеп лигасы аясында 5-6 сынып арасында өткен үстел теннисінен қалалық жарыста лицейіміздің оқушылары 3-ші орынға ие болды. Ұлттық мектеп лигасы аясында 7-8 сынып арасында өткен үстел теннисінің қалалық жарыста лицейіміздің оқушылары 1-ші орынға ие болды. Ұлттық мектеп лигасы аясында 9-11 сынып арасында өткен үстел теннисінен қалалық жарыста лицейіміздің 11 сынып оқушылары Серік Сағынжан 1-ші орын, Алғасбаев Мирас 2-ші орынға ие болды. Лицейіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерінің ұйымдастыруымен Тентек спорт кешенінде Шахтинск қаласының дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерінің аралығында қалалық гандбол семинары өткізілді. Қалалық шаңғы жарысынан лицейіміздің оқушылары жалпы командалық есеп бойынша 3-ші орынға ие болды. Жеңісті күндерде кездескен шейісті достар. Жалындаған жастарымыздың жарқын жеңістері көп болсын. Әзірге айтарымыз осы. Мектебіміздегі ең өзекті жаңалықтардан бірінші болып хабардар болыңыздар. Инстаграм парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.